Ассалаумағалейкум. Бізбен бірге Бекзат Алмахан жақында ғана жекпе-жектің анонсы шықты. Демек бұл Бекзатпен бір хабарласып, хал жағдай сұрасып болатын уақыт келіп қалды деген сөз. Бекзат, қайдасың? Не бітіріп жатсың? Не жағдай жалпы? Дайындық қалай болып жатыр? Сәл осыдан бастайық, ары қарай жалғастырамыз. Ассалаумағалейкум. Қазір таудам, сборда. Сборымыз уже осы апта уже аяқталып қалады. Дайындығымыз жүріп жатыр. Бізге бой бермей жатып, біз тауға шығып кеткенбіз. Осында жүрген бой күтіп отқанбыз негізі алдынан бері. Қазір осындамыз, дайындығымыз жүріп жатыр. Жалпы жекпе-жекті сонда күтпей жатып, бермей жатып, өзің дайындықты бастап кеттің деген сөз ғой, мен егер дұрыс түсініп Енді отырсам. примера өзіміз сұрадық, дата сұрадық, примерно Аха. осыған келеді ау деп. Аха. И оразадан кейін бір жағынан режимімізді, өзіміздің дұрыс тамақтану, ұйқыдан ояну, тұру, тауда келіп кішкене күш жинап, сондай Тауда мақсатпен тауда шығып жалпы кеттік. қазір кіммен дайындықты өтіп жатсың? Негізі бұл жақта дайындық основном ОФП, Мгм. физический. Мгм. Былай балалар да бар. 61 килограммда Абу бар, Сайрам бар, Қажымхан бар, Азат бар. Жалпы бар ғой балалар. Енді толықтай лагерьді осы жерде осы жігіттермен өтесің деген сөз ғой, иә? Бакуге дейін ешқайда шықпайтын шығарсың? Жоқ, қазір біз асыға түсеміз, Мгм. өзіміздің залда өтуіміз, иә. Сырт жаққа шығатындай, негізі Америкаға шығуға болатын еді. Менде ана жолы соңғы рет визам уақытысы біткен болатын. Мгм. Сол себептен мен Америкаға бара алмай жатырмын. А, Ал ертерек болған кезде мен Америкаға кетіп қалып, сонда бір-екі үш айдай жүріп, сбор өтіп дегендей ой болған. UFC визаны жасау үшін кішкене уақыт керек дейді да, бір айдай уақыт алады екен, ол бізге барғанға болмайды да. мгм. Сол Мгм. себепті Америкаға бармаймыз. Ана енді көбісі жазып жатады, ертең түсінбей жатады, неге дайындалмайды, неге өзімізде дайындалды дегендей. Иә. Жалпы мынадай енді кім Даниш ағаның да бір-екі жерде айтқаны бар, сол визаның кесірінен негізі жекпе-жек әу баста жоспар бойынша Америкада бір жақта болу керек еді ғой, иә? Иә, біз негізі майдың ортасына қарай жекпе-жек сұрағанбыз. Аха. Сонымен Америкаға қарай ұсыныс болды. Біз Аха. қабылдадық, бірақ бір жағынан қабылдап онымен ойландық, командамен ақылдастық. Виза жағынан мәселелер болды. Аха. Если виза бізге сразу одобрение берсе, біз Америкаға ұшып кетеміз деген ой болды. Кішкене ертерек барып, аккредитация өтіп, жаттығуымыз жасап, сборымыз өтсек деген ой болған. Сондай болғаннан кейін біз оларға предложение жасадық. Давай датаны ауыстырайық, сол байесті берсеңдер бере беріңдер. Басқа датаға өзімізге қарай ыңғайлы Мгм. қылып. Мгм. Олар ойланды, если бізге вариант ұсынбаса, біз енді амал жоқ, сол датаға да төбелесуге дайын болғанбыз. Себебі бізге андай бой керек болды да. Бізге осы датаға осылай ыңғайлы қылып, Бакуге беріп, бізге дұрыс болды бір жағынан. Аккредитация өзіміз жақта кішкене уақыт Иә. жағынан ұтылмаймыз. Сонда Америкаға баратын болсақ, келіспей ұтылып қалатын жатса, едік уақыт жағынан. иә, келіспей жатса онда тығыз толықтай бір жөн түзу оқу жаттығу жиынын өткізе алмай, енді солай жекпе-жекке бір апта бір екі апта қалғанда бару керек болып тұр ғой, иә, шамамен. Иә, бізге мүлде андай вариант UFC жақтан бір ұсыныс болған емес қанандай. Сенің жағдайына қарау, бүйту, анау үшін Иә, енді саған деген өзің андай. бастап кеткен екенсің соны, енді ол да сұрақ болған. Батыс фанаттары жазып отыр, мысалы өзіме бір өткен бір прикол бар. Бекзатта дейді жеңіл жекпе-жектерге easy fights деп жазып отыр да, жеңіл жекпе-жектерге аллергия деп жазып отыр да. Жалпы ол өзің қалай қабылдайсың бұны? Матчмейкингтің саған деген бір талабы сондай зор ма, мына баланың потенциалы жақсы дегенде, әлде керісінше мына баланы құрт жіберсек деген бір пиғылдар бар? Өзің қалай ойлайсың, қалай Мен қабылдайсың? үйтіп ойламаймын. Бұл UFC, Мгм. бұл жерде қарсылас таңдамаймыз. Мгм. UFC-ға келіп тұрып енді бұл октагон емес, найза емес, өзімізде ел емес қой. Иә. Қарсылас таңдап жүріп осы датаға төбелесемін деп айтпаймыз. Бізге көбіне былай предложение жасайды да, біз дайындаламыз, ұзақ уақыт дайындалғаннан кейін осы датаға төбелескіміз келеді.
сол датаға саған қарсыласып береді, сен ол қарсыласып бермесең тағы күтесің, тағы 4-5 ай, 5-6 ай. Мм. Мен уақыттар өтіп кетеді. Мынау өзімнің соңғы екі жекпе-жегімде солай болды да. Мгм. Катананы да майға қарай берді маған. А мен февральға қарай сұрадым дегендей. Осы жолы да анау жолы октябрьге қарай сұрадым, ноябрьге қарай берді. Оны қабылдамасам дальше кете беремін да уже. Мен Отырып уақыт қалуы мүмкін. ұтылып қаламыз да, сол себептен кішкене өзімізде төбелескіміз келеді да жиі. Енді бұл Берген жолы қарсыласты сол себепті қабылдаймыз да. енді осы 4-ші жекпе-жегінде әйтеуір саған түсіністікпен қарапты, онда ыңғайлы уақытты берсе. Иә. Енді фанаттар арасында да біраз не болды, біраз сөз болды. Негізі мамыр айында Бекзат жақсы бір топпен төбелесу керек дегендей, кейбіреулері Роб Фонттың есімін атаса, кейбіреулері МакГидің есімін атайды. Мысалы, қазір енді айта беруге болатын шығар, ол уақытта кімді берді, қандай топты берді? Сіз білесіз ғой онды. Менде екі вариант сол екеуі. Қайсы екенін нақты Иә. білмеймін. Осы екеуінің біреуі. Иә, Магиді берді ғой, Магиді. Болды. Онда Роб Фонтты алып тастаймыз. Роб Фонтта как раз жекпе-жек бар сияқты қазір, иә? Магиме да сол боецті берді. Ойына қарадық, төбелесуге болады. Бірақ осал қарсылас емес. Жақсы, өте жақсы, физически, жалпы Петрянмен төбелескен көргем. Жалпы алдында тоже сол Петрмен төбелескен кезде қарағам мен өзіміздің салмақта болғаннан кейін. Осы боец бір жолып қаламыз ау деген. Ал қазіргі боецте де қарағам, жолып қаламыз ау деген боецтердің бәрімен жолығып отырық қой. Магиді зерттеп үлгердің бе біраз? Енді соған қарап дайындық бастап кетіп үлгердіңдер ме жалпы, әлде? Жоқ. Үлгерген жоқсыздар, Оған қарап дайындық бастап үлгерген жоқпыз. Біз өйткені бізге официально айтқан жоқ, примерно осы қарсылас беріп қалады ау, 100% деген жоқ. Біз сол себепті оған полноценно дайындық бастап үлгерген жоқпыз. Ал енді Мацумото жайлы айтып қалдық қой, жаңа бұрын қарап жүрдім дегендей. Өзің ол жігітті қалай бағалайсың? UFC-ге негізі жақсы кірген жігіттердің бірі ғой. Иә, 0 болып кірген, өте шыдамды, алдыға жүре береді. Андай сынатын боец емес, тез. Нокаут көрмеген, катанамен төбелескен, катанада нокаут көрмеген, бұлда нокаут көрмеген. Типа нокаутта болмаған деген. Иә. Мерзімнен бұрын ұтылмаған ғой, екеуі де мерзімнен төрешілерін бұрын. шешіп. Мерзімнен бұрын ұтылмаған боец, мерзімнен бұрын ұтылмайды деген сөз емес ол. Иә. Бәрі мүмкін ғой, Алла қаласа. Катонада саған дейін мерзімнен бұрын ұтылған жоқ қой. Иә. Бірақ катана екеуін бойын көрдім, қарадым, бірақ андай бой, равный бой жасаған катана, өте керемет бой болған. Былай жасаған. Көбісі до конца төбелеседі бойларын бәрінде. Енді зерттеп бастап, сол жігітке қарай дайындық басталып кетті ма қазір, әлде тек қана ОФП-ны жалғастырып жатсыздар ма? Жоқ, жайлап басталып жатыр ғой уже. Енді сөзіңе қарағанда, андай мерзімнен бұрын ұту деген идеядан, жалпы қарсыластарды мерзімнен бұрын ұту деген идеядан әлі бас тартпаған болуың керек, иә? Жоқ, енді кез келген адам мерзімнен бұрын ұтқысы келеді ғой, бірақ 100% мен мерзімнен бұрын ұтам, ондай ойда да жоқ. Последний бойында да ондай ойда да болған жоқ негізі. Көп сөйтіп ойлайды, мерзімнен бұрын ұтам, құлатам деп жүрді, анау. Жоқ, ондай ой жоқ. Момент келіп жатса, әрине мерзімнен бұрын ұтуға шанс болып жатса, жібермеуге тырысамыз ғой. Сол соңғы жекпе-жек жайлы айтпақшы, бір ойға түйген не болды? Сол енді әрбір жекпе-жек ұтқанда ұтылғаннан болса да, әйтеуір бірдеңе алып шығады адам деген. Сабақ алады. Жалпы сол жекпе-жектен не алып шықтың, соны айтсаң? Енді ол жекпе-жек маған өте көп тәжірибе берді деп айтсам болады. Көп нәрсе үйрендім. Тапойралардан да үйрендім, командасынан да үйрендім жалпы. Өзімде енді жайлап үйреніп жатырмын. Көп қателіктер болды. Бойда да олай. Енді өзің тізбектеп айта аласың ба? Мен осы жерде қателестім, мына жерім кішкене дұрыс болмады ау деген, өзің бірден сол жекпе-жектен кейін ойға енді қазір негізі көп жерлерде айтып отырмын, неге лаукик теппедің, неге план болмады, планна бой болмады дейді. Негізі план бойынша лаукик тебу, оның прессингін тоқтату, оның бәрі болды, бірақ кім планын жүргізеді дегендей, енді маған қарағанда ол планын жүргізіп кетті, и мен жақтан кішкене
страховать етіп қалдым да, көп күтіп қалдым оны шы. Көп ана ударларын кішкене ашыла алмай, кішкене көп біраз күтіп, и бірінші раундтарда кішкене салынып қойдым, сондай кішкене ошибкалар болды да. Енді мысалы Александрды енді Ильямен әлі де салыстыруға келмейді, бірақ енді тегі бір ғой, фамилиялар бір болғаннан кейін бұл жігіттен де шамамен енді кем дегенде UFC-дің чемпион деген атақты күтеді жанкүйерлер. Жалпы өзің енді бір клеткада, бір октагонның ішінде болған адамсың ғой, мен потенциалын қалай бағалар едің? Шынымен де ертең чемпион бола алатын бір әлеуеті бар ма Александр Топурияның? Енді жақсы боец, бірақ қазір чемпиондарға әлі жетпейтін секілді. Именно қазіргі чемпиондарға дайын емес секілді, мен өзім ойымша. Қазір чемпион енді алдағы уақытта болуы мүмкін, бірақ қазір данный момент мен Петряндарға күш қуат жетпейтін секілді. Онда кішкене ары қарай жылжитын болсақ, жалпы өзің іштей хейтке қалай қарсы тұрасың? Әсіресе енді ұтылғаннан кейін хейт кәдімгідей келеді ғой. Енді әрине хейт дейді кез келген адамға енді былай неприятно қандай. Бірақ сонда да енді еркек болғаннан кейін бәріне көнесің ғой. Кейде бір ашуланып кететін болады, кейде ашуланып кететін кездер болады, кейде бір сол адамға жазғың келіп тұратын кездер болады, ұрғың келіп тұратын кездер болады. Барынша сабыр сақтауға, қарамауға, оқымауға, ответ бермеуге енді барынша тырысамыз. Енді главный олар жақтан да лишнийға өтіп кетпесе, енді барынша жақсы жағынан, бірінші жақсы жағынан ойлаймыз енді көбінесе енді. Әрине. Солай ғой. Содан кейін енді осылай сұхбатта бергім келмей қалды көп адамдарға, көп нелерге. Енді ол жерлерден де хейттер кетеді ғой бір жағынан. Сол кезде мен кейде бір бой алдында да болады, бір енді бізде шатасып қалып бір нәрсе дұрыс айтпай қаламыз, бір әзір ретінде айтып қаламыз. Келесі чемпион кім десе, мен де бір әзірлеп айтып қалсам, мынау өзінше екен, анау дейді. Ол жерде былай конкретно келген кезде андай емес қой енді. Түсініп отырмын сол. Көңіл күй көтеріңкі. Өзіне бір сенімді болып не істегісі келеді ғой андай. Сондай кездерде хейттер кетеді, енді барынша түсінуге тырысамыз. Жалпы мысалы хейт демекші сол хейт жазған немесе бір бетіңе бір хейт айтқан адам болса, ұнамайтын бірдеңе айтқан адам болса, жалпы осы ММА төңірегінде бір сөзге келіп қалып біреумен ұстасқан кездер болды ма? Интернетте ме, бұлай? Жоқ. Мен ондай жағдайға дейін жеткізгім келмейді. Ол жағдайға дейін жеткізсем мен дұрыс емес деп ойлаймын. Мен жақтан дұрыс емес, о жақтан дұрыс емес, арты у-шу болып кетеді. Сол себепті мен жазып іздегім келмейді да, оны білем да қазір. Оны жазасын, кездесесін, жолығасын, төбелесесін, одан плюс емес минус аласың. Енді барынша сабыр сақтауға тырысамыз. Енді қатты артып кетіп бара жатса енді ол кезде енді қиынырек болады. Ол кезде сөйлесу керек болады дейсің ғой. Қателеспесем, бұл жекпе-жек негізгі бір сол келісім шарт бойынша соңғы жекпе-жек қой. Бір енді ұсыныстар болды ма жалпы? Қазірдің өзінде жаңа контракт берейік, не болмаса мына жекпе-жек. Жоқ, менде ондай қазір ойында да жоқ. Тек қана енді Алланың қалауымен енді мен амалын жасаймын, тренировкамды жасаймын. Маған не істеу керек, мен бәрін жасаймын да. Енді бойда енді осы уақытқа дейін қазір амалын жасаймын, бой көрсетеді ғой, қалай болады, ары қарай не болады. Бірақ ойым басқа жерге емес. Ойым да, мақсатым да сол UFC-да қалып, топқа кіріп, чемпион болып, сол жерде жүру мақсатымыз. Сол мақсат үшін жасап жатыр. Менің айтып отырғаным, UFC-дің өз тарапынан кейде болады осы жекпе-жектердің контрактысы аяқталған кезде, бір жекпе-жек қалған кезде алдын ала қазірдің өзінде ұзартып жіберейік деп ұсыныс жасауы мүмкін да. Сондай ұсыныстар не болмаса, Бекзат мынаны ұту керек, мынаны ұтпасаң осымен қоштасамыз дегендей бір әңгімелер болған жоқ па? Жоқ, ондай ешқандай әңгіме болған жоқ. Енді примерно белгілі ғой, ол да өзіне байланысты, бұл жерде ұтылуға емес. Жалпы бой көрсету керексің, қызықты болуың керексің UFC-ға.
если кызыктуу болуп жатсаң, ол отууга да байланыштуу эмес. Если отуп туруп да кызыксыз болсоң, сен UFC чыгарып жиберет. Победаң болуп турганда боецтерди көрдүм. 3-4 победасы менен, 5 победасы менен да чыгарып жиберип атыр го бул жерде. Иә, иә, иә. Бул жерде UFCга кызыктуу болсоң, олар өздөрү контракт береді го. Жалпы осы факт, мынау соңғы жекпе-жегім және мысалы UFC-дегі тағдырыма бір әсер ету, енді әсер ететін жекпе-жек етуі мүмкін емес. Әсер етеді, иә. Иә, вот сондай бір бойда қысым бар ма іштей бір, немесе бұл жекпе-жекке деген бір өзгеше бір көзқарас па іштей? Кысым эчтеңке жок, бирок баарыбызды салуубуз керек деген максат бар го. Полный кандай. Өлгенче деп туруп го, Алла кааласа. Жан беріп, жан алысу десейші. Кіммен, Асумен, осымен екінші рет бір картқа түсіп отырсыңдар. Жалпы турнирге толықтай бірге дайындалу деген ой жоқ па? Бирге дайындалуу деген кезде қазір Асумен сүйлөшпөдүм әлі. Сүйлөшүп көрүү керек болуп тур. Олардын планы калай, план набой калай, биздики калай дегендей сол тараптан. Олар кай убакытта качан барады ол жака, биз качан барамыз, кай убакытта бирге тренировка жасайбыз, сонун баарын акылдашуу керек. Ол жерде мисалы соперникпен көп күрөсөм деп көп күрөшүү мүмкүн. Сол планы сәл башкача болуу мүмкүн. Ар тарапта мисалы мен жактан башка план болуу керек, сону да кароо керек да. Ол бирге экенде бирге тренировка истей берүү эмес. Иә. План жагын кичине караштыруу керек болуп атыр. Агайлар менен акылдашуу керек, команда менен акылдашуу керек. Жалгыз чечим чыгара алмайбыз го. Иә. Бірақ негізі сондай ойлар бар, иә, қазір? Енді эң болмағанда Бакуге барған кезде бірге дайындалатын шығармыз деген ойдамыз. Бакудың өзінде, иә, 1-2 апта бұрын. Иә. Болды. Бекзат, ең қызықты сұрақтарға жауап берген үшін рахмет. Уақыт бөлген үшін де рахмет. Енді кім не деп айтса да, енді біздерден бұрылып кетіп жүрме. Ешқашанда бір Жоқ. енді сын айтсақ та конструктивті айтып отырсаңыз, бірақ сын дегенде ол жай ғана бір адамның ойы ғой. Алдағы жекпе-жегіңде сәттілік. Мацумотоны аман есен жеңіп, UFC-де қалып жатсаң, аман жасаймыз ғой бәрін. Алла қаласа. Нұр үстіне нұр болар еді. Сол ендеше көріскенше, осылай естіскенше аман сау жүрейік. Рахмет үлкен. Жақсы. Біз тренировкаға шығып жатырық. Айтып қоясыз ғой. Подписчиктеріңізге жазып жүрмесін. Иә. Бекзат тренировкаға кетті. Жаза бермеңдер қайта. Иә. Ол сборда жүр. Иә, мен оны қазір сбордасың ғой. Мен сбордан оны бүйтіп уақытын ұрлап отырмын. Бір 15-20 минут ұрлап алдым. Болды үлкен. Онда байланыстамыз. Жақсы Бекзат, рахмет.